Ассаламу алейкум. Еліміздің бастарынасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда мен Бауыржан Бақытбекұлы және студия аудармашы Самалжан Темір. Экономиканың негізгі тірегі шағын және орта бизнес. Сондықтан істің көзін тапқан азаматтарға барынша қолайлы жағдай жасау еліміздегі басым бағыттың бірі. Кәсіпкерлікті дамыту ісіне Нұр Отан партиясы да өзіндік үлесін қосып келеді. Бүгін партияның республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінде даму қоры өкілдері қатысуымен өз ісіңді қалай бастау керек акциясы аясында бастауыш кәсіпкерлермен кездесу күні өтті. Азаматтарға бизнесті бастау және жоспарлау туралы ақпараттық кеңес беріліп, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша қаржыландыру тетіктері түсіндірілді. Айта кетерлігі, былтыр партияның барлық аймақтық және аумақтық филиалдарының қоғамдық қабылдау бөлмелерінде кәсіпкерлік мәселесі бойынша 2000-нен астам азамат қабылданған. Ал биылғы қаңтар айы ішінде 150 адамға өз ісін дамыту бойынша тиісті кеңестер мен ұсыныстар берілді. Өз ісін бастайын деген адамдарға менің хабарым бойынша 20 миллиондай ақша алуына болады. Кейбір жерде мына былтырлар кепілдік мәселесі өте күрделі болды. Ал енді қазір даму қоры өзі кепілдікке кейбір пайызын өздері алып отыр. Нұр Отан партиясы болғандықтан соның бағдарларын, жолдарын халыққа толық жеткізу. Біздің мақсатымыз сол өкілдері даму қорының, банктың өкілдері барлығы келіп, міне бүгіндей сол кеңесті берсе, толық айтса. Қазақстан Коммунистік Халық партиясы сайлауалды үгіт насихат жұмыстарын жүргізуге сақадай сай. Бұл туралы бүгін бақ өкілдеріне партияның республикалық сайлауалды штабының жетекшісі Айқын Қоңыров мәлімдеді. Нұрбек Байбосын әңгімелейді. Коммунистер әуелі съезді өткізіп, оның қорытындысы негізінде еліміздің орталық сайлау комиссиясына партиялық тізімді тіркетті. Содан соң Қазақстан Коммунистік Халық партиясының заңымен қарастырылған сайлау қоры құрылды. Аумақтық сайлау комиссияларына партияның сенімді өкілдерінің тізімі берілді. Олардың барлығы тексерістен өткен, әрі сайлау заңнамасының талаптарына сай. Қазіргі уақытта біз үміткерлеріміздің аймақтардағы сайлаушылармен кездесу кестесін жасап болдық. Үгіт насихат жұмыстарының визуалды жобасы бекітуге жолданды, аудио және бейне роликтер әзірленді. Партияда қолданыстағы заңнаманы жетік білетін негізгі үгіт насихат топтары қалыптасты. Осыған орай орталық пен жергілікті жерлерде ұйымдастыру жоспары бекітілді. Қазақстан Коммунистік Халық партиясы орталық комитеті көздеген мақсаттарға жетуді табысты жүзеге асыратын кадр әлеуетіне ие дейді партияның аппарат басшысы. Хочу обратить внимание на то, аймақтық бөлімшелер жергілікті жерлерде үгіт насихат кампаниясын өткізуге дайын екендігі туралы орталық комитет алдында есеп берді. Қазақстанның Коммунистік Халық партиясы марксизм мен ленинизмнің қолданбалы экономикалық заңдарына сүйенетіндігін айтқым келеді. Баспасөз мәслихаты соңында коммунистер бізге сенетін өз жақтастарымызды жерге қаратпаймыз деп тарқасты. Нұрбек Байбосын, Қанат Абилдин, хабар. Өскеменде жоңқа тақтайлар шығаратын комбинат іске қосылды. Еш қалдықсыз жаңа технологиямен жұмыс істейтін мұндай зауыттың әзірше елімізде баламасы жоқ. Бұрын үй құрылысына қажет жоңқа тақтайлар Ресей мен Чехиядан, тіпті Румыниядан тасымалданып келді. Енді құрылыс индустриясы бойынша мемлекет қолдауымен іске қосылған кәсіпорын ішкі нарықтағы сұраныстың 50% жабады деп күтілуде. Бұрын бұл жерде шағын тақтай тілетін цех болған, бас аяғы 4 айдың ішінде үлкен зауыт іске қосылды. Жоңқа тақтайлардың бірнеше түрін шығара бастаған кәсіпорын толық Канаданың технологиясымен жұмыс істейді. Жоңқаша тақтайларын шығару бірнеше кезеңнен тұрады. Әуелі ағаштың қабығы тазаланып, ұсақталады. Одан соң 350-400 градус ыстықта толық кептіріліп, конвейер арқылы жаймалау қондырғысына түседі. Ал келесі құрылғыда желім жағылып 1600 тонна салмақта қысылып, жоңқа тақтайшаның мынадай алғашқы нұсқасы дайын болып шығады. Бұл жұмыстардың бәрі автоматты түрде атқарылатындықтан өнімде сапалы болады. Қазір тәулігіне 150 шаршы метр дайын өнім өндіреді. Толық қуатына көшкенде өнімділік 2-3 есе артып, жылына 30 мың шаршы жоңқа тақтай шығарылмақ. Ең негізгісі үй салуға арналған басқа материалдарға қарағанда жоңқаның бағасы әлдеқайда арзан. Жалпы аумағы 120 шаршы метр болатын үйді жоңқа тақтайдан 10 миллион теңгеге толық салуға болады. кирпичный дом. Кірпішке қатысты құрылыс көбінде жаздаған атқарылады, техниканың күші қажет. Ал біз үйдің қаңқасын зауыттың өзінде қарастырамыз. Одан соң ол баспана салынатын жерде жиналады. Кәсіпорын қазірдің өзінде еліміздің бірқатар облысынан кең көлемде тапсырыс алып үлгерген. Әсіресе қысы жайлы болатын оңтүстік өңірдегі құрылыс компанияларынан сұраныс артқан.
Кірпіштен салынған үйден айырмашылығы өте тез жылиды. Жылуды сақтау жағы да басқа құрылыс материалынан еш кем емес. Ал ең негізгісі жұмысы жеңіл және экологиялық таза. Ал зауыт жаңа қондырғыларды алу үшін бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша 660 миллион теңге несие алған. Қазір 60 адам тұрақты жұмыс істейді. Енді көктем шыға бірнеше жаңа желі іске қосылғанда жұмысшылардың саны 130 адамға көбеймек. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Хабар, Өскемен. Биылдан бастап отандық емханаларда дәрігерлердің қабылдауына деген кезек азаяды. Бұл туралы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі хабарлады. Тамара Дүйсенованың айтуынша профилактикалық тексерістен өтушілердің енді емханаларға бармай-ақ дәрігердің қабылдауына халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жазылуға және сол жерден анықтама алуларына болады. Оның сөзінше бұл арқылы медициналық мекемелердегі ұзын сонар кезекті анағұрлым азайтуға болады. Бұдан бөлек халыққа қызмет көрсету орталықтарында кез келген адам өзіне ұнайтын емхана мен дәрігердің қабылдау уақытын таңдауға құқылы болады. Азаматтар міндетті медициналық тексеруден өту үшін жұмысқа тұру немесе оқуға барар кезде халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып дәрігерге жазыла алады. Азаматтар халыққа қызмет көрсету орталықтарынан медициналық тексеріс нәтижесін немесе медициналық анықтама алу мүмкіндігіне ие болады. Елордадағы ұлттық балаларды оңалту орталығында ашық есік күні өтуде. 150-ге жуық маман жаңа туған сәбилерден бастап 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерді тегін қабылдап, тиісті кеңестерін беріп жатыр. Гүлмайра Қуатбайқызы баяндайды. Бүгін Елордадағы ұлттық балаларды оңалту орталығындағы ашық есік күндері 17:00-ге дейін жалғасады. ақш, Германия, Израиль, Оңтүстік Корея клиникаларында дайырлықтан өткен орталық мамандары жаңа туған сәбиден бастап 18 жасқа дейінгі балаларда қабылдауда. Кезекте отырған балғындар зерікпес үшін мынадай ойын-сауық шараларда ұйымдастырылып жатыр. Орталықтың жетекші невропатолог, логопед, психолог, педиатр, офтальмолог дәрігерлері жүйке және психикалық аурулар, қозғалыс, сөйлеу, тірек қимыл аппараты, көру және есту органдарындағы ауытқулары бар балаларды тексеріп, бақылау және емдеу, оңалту бойынша кеңестер беруде. Таңертең есік ашылғаннан 500-ден аса адам осында келіп отыр екен. Мамандардың кеңестерін алғаннан кейін ата-аналар Қазақстанда қандай орталықтар бар, қайда емделу керек екені туралы мәліметтерін толығынан алады. Қолдарына кеңес беру қағазын жазып береміз. Немеремді алып келдім, үлкен немерем 9-да, 5 жыл болды. Неменен астмаменен дізімде тұрғанына. Невропатологты өттім. Қазір лорды қаратайын деп отырым. Қалай емделу керегін айтты. Баланың бұлшықеттерін қатайту керек. Спортпен бассейнге мүмкіншілік болса жазылыңыздар. Бұл халықтың бір қажетін ашып тастайды енді. Бәрінің мүмкіншілігі жоқ қой. Ақылы өтіп жататын. Орталықта сал ауруына шалдыққан балалар мынадай роботтың көмегімен жүруді үйренеді. Әдетте оң қабылдаудан кейін өз бетімен қадам жасайды. Бүгінгі ашық есік күндер аясында бірқатар балалар тап осы роботтың көмегіне жүгінді және мыңға тарта науқас білікті мамандардың қабылдауында болды. Гүлмайра Қуатбайқызы, Еркебұлан Тілеуғазы, Хабар. Ерген қардың елді әбігерге салатын кезде таяп қалды. Осыған орай өңірлер көктемде су тасқын болдырмаудың қамын жасап жатыр. Бұл жұмыстар әсіресе Қазақстанның батысында қарқынды. Bir ғана Ақтөбеде қыс басталғалы 182 000 тонна қар шығарылған. Ал Орал өңірінде 25 эвакуациялық пункт жасақталып, төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары пысықталуда. Бақтияр Хамиттің сюжеті. Ақтөбедегі жүк техникаларына жұмыс көп, себебі қалада қар қалың, жылдағы көлемнен 3 есе артық. Осыны ескерген жергілікті билік қаланы қардан тазартуға 1 ай бұрын ерте кірісті. Қазір шаһарға қарасты 5 ауылдық округте барлығы 14 мердігерлік ұйым мен 25 арнайы бригада тәулік бойы жұмыс істеуде. Оған 240 техника жұмылдырылған. 100 көшеден астамы тазартылды. Қазір таңда Мәскеу ауданынан 95%, Құрмыш ауданында 65%, Сүт зауыты ауданынан 45%-ға және Шанхай ауданынан 60%-ға қардан тазалау жұмыстары аяқталды. Қыс мезгілінің басынан бастап 182 000 тоннадан астам қар шығарылды. Оралда да биылғы қыс аса қарлы болды. Ерісе ең алдымен 11 000-ға жуықтайтын саяжай тұрғындарына қауіп төнеді. Сондықтан облыс бойынша 25 эвакуациялық пункт жасақталып, төтенше жағдайлар департаментіне қарасты барлық құрылымдардың дайындығы тексерілді. Тұрғындарда айтып келмейтін апатқа дайын болуы тиіс. Құжаттарын су кірмейтін
пакеттерге жинап, жылы заттарын жоғары қарай көтеріп қою керек. Жаңа тамақ, азық түлік қоры болу керек. Соның бәрін үйретіп түсіндіріп жатырмыз. Осы және өзге де жұмыстарға 500 миллион теңге қарастырылған. Оның сыртында 120 мың құм толтырылған қапшық әзірленіп, 140 тонна жанармайда алынып қойған. Бақтияр Хамит, аймақ тілшілерінің көмегімен хабар. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өкілдері әлеуметтік желілер арқылы таратылған жалған ақпараттарға сенбеуге шақырып отыр. Елімізде 1953-66 жылдар аралығында туған ерлер мен 1957-66 жылдар аралығында туған әйелдерге жеке зейнетақы қорындағы жинақтары қайтарылады деген хабарлама еш негізсіз. Барлық мемлекеттік қызметкерлер бюджетке өзінің зейнетақы жинақтарының 50%-ын қайтаруға міндетті деген ақпарат та шындықпен жанаспайды. Бұл жалған, ешқандай төлемдер төленіп жатқан жоқ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында осы жастағы азаматтарға. Және де ешқандай бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қатысы жоқ ақпарат болып табылады. Сондықтан да халықты хабардар еткіміз келеді. Бұндай ақпарға сенудің қажеті жоқ. Кәсібін өмірлік бақытқа балайтын жандардың бірі біздің әріптесіміз белгілі тележурналист Гүлнар Омарбекова. Әкесі Асман Дүйімбаев пен анасы Күләш Әшкеева телевизия саласында еңбек еткен. Шығармашылық әулеттен шыққан Гүлнар Асманқызы еңбек жолын Қазақстанның мемлекеттік хабар тарату комитетінен бастаған. Осы салада 40 жылдай табан аудармастан еңбек етті. Хабар агенттігінің іргесі қаланған уақыттан бастап жаңалықтар қызметінде тер төгіп келеді. Мектептен кейін үлкен өмірге қанат қаққан ол бастапқыда болашақ дәрігерлер қатарынан табылады. Бірақ арман адастырмайды екен. Я очень люблю социалки. Ата-анам менен дәрігер болуымды қалады. Сол бастамамен медицина институтының педиатрия факультетіне түстім. Бірақ бірінші курстан соң анам екеуміз әкеме айтпай құжаттарды алып журналистика факультетіне тапсырдым. Журналистикадағы жолым осылай басталды. Телевизия саласында соны сүрлеу қалыптастырған әріптесіміздің шығармашылық жолы туралы сюжетті сағат 20:00-де қорытынды жаңалықтардан көре аласыздар. Әзірге айтарымыз осы, қорытынды жаңалықтарымыз 20:00-де.